Сәлем достар, сіздермен бірге Master Pro арнасы. Бүгінгі видеода біз OBS Studio программасын тартуды көрсеміз. Яғни бұны Windows 7 32 биттік компьютерлерге тартуды көрсетеміз. OBS Studio видео түсіруге арналған бағдарлама және онымен трансляция жасауға да болады. Ол үшін бізге мына программа қажет. Ал бұл программа біз интернеттен табамыз. OBS-тің өзінің официальный сайты бар. Сол OBS Project деген сайтына кіріп obsproject.com деген сайтқа кіреміз. Бұл сайтты мен сіздерге видеоның астына сілтемемен қалдыратын боламын. Сол жерден кіріп тартсаңыздар болады. Қазір қалай тарту керегін көрсетемін. Сол сайтқа кіреміз. Мына жерде download деген бар, яғни скачат. Сол жерге кіріп астына түсеміз. Астында download installer 32 бит деген бар. Осыны таңдайсыз. Осыны таңдағаннан кейін қазір кішкене окно шығу керек. Мен осыны сохранить етесіздер. Мен сохранить етпеймін, себебі менде уже бұл программа бар. Сондықтан атмен басамын. Және сохранить ету мына жерде тартылады 64 мегабайт. x86 деген бұл 32 битті білдіреді. Бұл программа бұл соңғы версиясы. Осы программа бүгінгі кездегі. Қазір кіреміз. Менің компьютерім ескілеу болғандықтан кіру сәл ұзаққа созылады. Күтіңіздер. Қазір кіріп болу керек. Міне кірді. Мына жерде next басасыздар және одан кейін установить деген өзінің install деп шығады. Мына жерде менде бүйтіп шығып тұрған себебі менде уже установить етіліп қойған. Оны қайта екінші рет установить етуге болмайды. Установить етіп болғаннан OBS-ға кіріп, мына жерде трансляция бастасаңыз да болады, запись түсіріп видеоды бастасаңыз да болады. Мысалы мен қазір осы OBS-ның арқасында видео түсіріп тұрмын. Міне осы жерде кез келген өзінің ішінде размерін күйтіп кішірейтуге де болады. Яғни сіздермен болған мен Master Pro арнасы. Каналға жазылып лайк басыңыздар.